Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы оқулығымызды алып, 108-ші сабақ 12-13 беттерді ашамыз. Дәптерімізді алып, 4 торкөз тастап, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. Өрнектердің мәнін тауып, сәйкес суретті анықта. 5 пен 9-дың көбейтіндісін 7 мен 3-дің көбейтіндісіне азайт. 5-ті 9-ға көбейтсек 45-ке тең. 7-ні 3-ке көбейтсек 21-ге тең. 45 пен 21-ді азайтсақ 24-ке тең. Суретпен сәйкестендіріп көрейік. Электр құралдарын пайдаланбайтын уақытта өшіріп қой. 25-тен 15 пен 5-тің бөліндісін азайт. 15-ке 5-ті бөлсек 3-ке тең, 25-тен 3-ті азайтсақ 22-ге тең. Суретпен сәйкестендірейік. Қоқыстарды сұрыптап сал, өңдеу кезінде жеңіл болады. 15-ке 20 мен 5-тің бөліндісін қос. 20 мен 5-тің бөліндісі 4-ке тең. 15-ке 4-ті қоссақ 19-ға тең. Суды үнемді пайдалан. 16 мен 14-тің қосындысын 6-ға бөл. 16 мен 14-тің қосындысы 30-ға тең. 30-ды 6-ға бөлсек 5-ке тең. Электр энергиясын үнемдейтін шамдарды пайдалан. 32-ден 12 мен 2-нің бөліндісін азайт. 12 мен 2-нің бөліндісі 6-ға тең. 32-ден 6-ны азайтсақ 26-ға тең. Полиэтилен пакеттерден бас тартып, матадан тігілген сөмкені пайдалан. 16-ны 4 пен 2-нің көбейтіндісіне бөл. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8-ге тең. 16-ны 8-ге бөлсек 2-ге тең. Көшеттер отырғыз. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Есептемей салыстыр. 9 пен 4-тің көбейтіндісін 9-ды 3 рет қосу өрнегіне салыстыр. 9 көбейту 4 артық. Себебі көбейтуді қосумен алмастырсақ, 9-ды 4 рет қосып аламыз. Ал екінші өрнегімізде 9-ды 3 рет қосу. 29-ды 2-ге көбейтеміз. Екінші өрнегіміз 30-ды 30-ға қосамыз. Салыстырып көреміз. 30-ды 30-ға қосу артық. Себебі 29 30-дан кем. Номері 3-ші есеп. Есептерді шығар, кері есеп құрастырып оларды шығар. Асы. Бір ұяда 3 балапан, ал екіншісінде одан 2 есе артық балапан бар. Екінші ұяда неше балапан бар? Есеп балапан туралы. Бір ұяда 3 балапан, екінші ұяда белгісіз 2 есе артық. Осы екінші ұядағыны табу үшін шешуінде балалар есе артық деп тұрса көбейтеміз. Енді осыған кері есеп құрастыру үшін бірінші ұя алдыңғы есебімізде белгілі болса, осы есепте 2 есе кем дейміз. Екінші ұя алдыңғы есебімізде шешуінде неше қандай сан шықса, кері есепте сол санды екінші ұяға жазамыз. Номері 3-ші есептің әсі. Балалар қаңтар айында 3 жемшашар, ал ақпан айында одан 5 жемшашар артық орнатты. Балалар барлығы неше жемшашар орнатты? Есеп жемшашар туралы. Қаңтар айында 3 жемшашар, ақпан айында белгісіз 5-еуі артық. Барлығы белгісіз дейміз. Шешуінде бірінші ақпан айында нешеуін орнатқан тауып алуымыз керек. Артық деп тұрса қосамыз. Шыққан санмен қаңтар айындағыны қосып, барлығы неше жемшашар орнатқанын табамыз. Осыған кері есеп құрастырамыз балалар. Кері есепте қаңтар айында белгісіз, ақпан айында шыққан санды жазып, барлығы нешеу шықты, барлығын жазып қоямыз. Сонда біздер тек қана
қаңтар айындағын табу үшін барлығынан ақпан айындағыны азайтуымызға болады. Баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексер. 29-ға 18-ді қосамыз. 9 бірлікке 8 бірлікті қосамыз. 17, 7 бірлікті жазамыз, 1 ондықты ойда сақтаймыз. 2 ондыққа 1 ондықты қосамыз, 3 ондыққа тең. Ойдағы 1 ондығымызды қосамыз, 4 ондыққа тең. Демек, 29-ға 18 қоссақ 47-ге тең. Өрнектің мәнін дұрыстығын табу үшін қосуды сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бірі-бірінен қандай айырмашылығы бар? Оларды әртүрлі оқы. Бірінші сұлбаға қарайық. 20 мен 8-дің айырмасын 2-ге бөл. Өрнек құрастырайық. 20 мен 8-дің айырмасы 12-ге тең. 12-ні 2-ге бөлсек, 6-ға тең. Келесі сұлбаға қарайық. 100-ден 9 бен 5-дің көбейтіндісін азайт. 9 бен 5-дің көбейтіндісі 45-ге тең. 100-ден 45-ті азайтсақ, 55-ге тең. Сабақтар түсінікті болса, балалар тапсырма номер 2, номер 3 есептің асы, әсі, бысы кері есептерімен, номер 4, номер 5 сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.